Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша, қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Егер сіз әлі күнге дейін инвестициялау тек байларға тән деп ойлап жүрсеңіз, осы видео сіздің ойыңызды өзгертеді. Бүгін сіздерге инвестиция жасау үшін тіпті жалақыңыз өте аз болса да, қаражатты қалай жинақтауға болатындығымен бөліскім келіп отыр. Тақырыпқа кіріспес бұрын, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнаның дамуын қолдай кетулеріңізді сұраймын. Егер жаңа көрермен болсаңыз, алда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаның үстінен баса отырыңыздар. Ал мен болса, ақшаңызды сізге қалай жұмыс істету керектігі жайлы айтуды бастайын. Инвестициялау жайлы ойланатын адамдардың ең үлкен қателігі ол инвестиция тек байлардың айналысатын іс-әрекеті деп ойлау. Сіз тіпті жалақыңыздың 5-10%-ын алып қойып отырып, инвестиция жасай аласыз. Бұл жерде ең маңыздысы үлкен сумманы жинау емес, әдет қалыптастыру. Ақша жемістің дәніндей. Егер сіз дәнді егіп, оны суаруды жалғастыра беретін болсаңыз, күндердің бір күнінде оның жемісін жейсіз. Ал егер сіз ең қолайлы сәтті күтіп жүре берсеңіз, ешқашан бастамауыңыз да мүмкін. Инвестиция ол дисциплина, төзімділік және ұзақ мерзімді ойлаумен байланысты. Сіз инвестициялауда белгілі бір активті алу үшін қаражатыңыз жетпей, алмай жүре беруіңіз мүмкін. Бірақ әрбір теңге маңызды. Өзіңіздің шығындарыңызды бақылаңыз. Өміріңізге құндылық әкелмейтін шығындардан арылыңыз. Сізге шынымен де онлайн кино көру сервисі керек пе? Күнделікті кофеханадан кофе алып ішу маңызды ма? Осындай кішкентай шығындарды кесіп, қаражатыңызды жинақтап, біраз уақыттан кейін инвестициялауға бағыттаңыз. Шығындарды бақылаудың ең тиімді әдісі ол 50-30-20 қағидасын ұстану. Яғни 50% міндетті қажеттіліктерге, мысалы, пәтерақы, тамақ, жолға жұмсау. Келесі 30%-ды қажеттіліктерге жұмсау, мысалы, көңіл көтеру, сырттан тамақ ішу және тағы да басқа. Және соңғы 20%-ы жинақтау және инвестиция үшін алып қалу. Егер сіздің жалақыңыз тіптен төмен болса, онда қажеттіліктер категориясындағы шығындарды мүмкіндігінше қысқартыңыз. Алайда, шығындарды қысқарту әрдайым жеткілікті бола бермейді. Сол себепті де міндетті түрде жалақыңызды көбейтудің жолдарын қарастырыңыз. Негізі, тек бір жалақыға сүйену жеткіліксіз. Табыс көзі де диверсификацияланған болуы керек. Фриланс, репетитор немесе цифрлы өнімдерді сатумен айналысыңыз. Оған қоса, біліктілігіңізді әрдайым арттыра отырып, көбірек жалақы төлейтін жұмысқа ауысыңыз. Жалақыны көбейтудің үшінші жолы ол хоббиді монетизациялау. Егер сіз мәтін жазғанды, код тергенді немесе суретке түсіргенді ұнатсаңыз, оларды қосымша табыс әкелетіндей етіңіз. Табыс аз болса, ең маңыздысы жаңа айтып кеткен диверсификация. Егер сіздің жалақыңыз жалғыз ғана табыс көзі болса, онда сіз міндетті түрде қосымша табыс табу көзін қарастыру керексіз. Жалға беру, пассивті табыс немесе дивиденд әкелетін инвестиция мүмкіндіктерін де қарастырсаңыздар болады. Келесі айтатын маңызды кеңес ол инвестицияға қаражат жинақтау үшін жеке шотқа немесе брокерлік шотқа бірден ақша аударуды жүзеге асырып отырыңыз. Бір күнді белгілеп, уақыты келгенде ай сайын осы шоттарға алда инвестициялау үшін ақша аударып отырыңыз. Шағын суммалардан бастаңыз. Айына 5-10 мың теңге аудару арқылы уақыт өте келе үлкен қаражат жинай аласыз. Егер сіз ақша жинақтауда қиналсаңыз, бірінші өзіңізге төлеу қағидасын ұстаныңыз. Жалақы алған тұста бірінші өзіңіздің жеке ашқан шотыңызға белгіленген сумманы аударыңыз. Бұл сізді жинақтауға алып қалу керек ақшаны жұмсап қоймауға көмектеседі. Ақшаны көрмеу, оны жоқ деп ойлауға әкеледі. Сонымен қатар, инвестициялауды бастауға көп жағдайда кедергі болып жататын себеп ол қарыздар. Көп адамдар қарызға батып, қарызын жабу үшін қайтадан қарыз алып жатады.
Инвестицияламас бұрын барлық үлкен қарыздарыңыздан арылып алғаныңыз жөн. Пайызы жоғары несиені алмауға тырысыңыз. Ол сізді қарыз шеңберіне ұзақ жүріп қалуыңызға әкелуі мүмкін. Көптеген қаржылық сауаты төмен адамдар импульсивті шығындарға жиі тап болады. Бұл затқа жеңілдік болып жатыр екен деп қана сатып алу қаржылық сауаттылығы төмен адамдарға тән. Егер сізге бұл зат қазір қажет болмаса, алмаңыз. Инвестициялауға қаражат жинақтауға кері әсерін тигізетін факторлардың енді бірі өмір сүру инфляциясы. Яғни, жалақыңыз өскен сайын, оны жинақтағанның орнына жеке шығындарыңызды да арттыра беру. Жоғарыда айтылған қақпандарға түспеуге тырысыңыз. Керісінше, қаржылық дисциплинаңызды арттыруға күш жұмсаңыз. Сіздің мақсатыңыз қысқа мерзімдік ләззат емес, қаржылық еркіндік екендігін ұмытпаңыз. Инвестициялауға келу үшін міндетті түрде жеке, ұзақ мерзімді қаржылық жоспар құрыңыз. Байлықты жинақтау бір мезеттік әрекет емес. Бұл үлкен саяхат. Айқын қаржылық жоспар құрыңыз. Ең бірінші, қысқа мерзімдік жоспар, яғни 6 мен 12 ай аралығына жоспар құрыңыз. 1 және 3 айлық шығындарыңызды қысқартып, инвестициялауды бастаңыз. Келесісі орта мерзімді жоспар құру. Ол 3-5 жылды қамтуы мүмкін. Төтенше жағдайға арналған қор құру, инвестиция көлемін ұлғайту және табыс көзін диверсификациялау болуы мүмкін. Ұзақ мерзімді жоспар ол 10 жылдан артық мерзімді құрайды. Ол қаржылық еркіндікке жету немесе пассивті табыс алуға жету болуы мүмкін. Осындай жоспарларды қағаз бетіне түсіріп, жиі-жиі оларды қарастырып тұрыңыз. Сіздің әр жасаған бүгінгі қадамыңыз келешекте қаржылық еркіндікке жақындата түседі. Сіз қанша табыс тапсаңыз да инвестициялауға болады. Ең бастысы тұрақтылық пен төзімділік. Инвестициялауды бастауға ең қолайлы күн ол бүгін. Егер сіз әлдеқашан инвестициялаумен айналысып бастаған болсаңыз, сіздің алғашқы қадамыңыз қандай болды? Пікір қалдыра кетіңіз. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, алда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаның үстінен баса отырыңыздар. Сіздерді келесі видеоларымда күтемін.